Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Бүгінгі тақырыбымыз өсімдіктердің тыныс алу физиологиясы. Алдымызға смарт мақсатын қойып отырмыз. 2 апта ішінде өсімдіктердің тыныс алу процесін оқып, өсімдіктер тыныс алу маңызын анықтау. Жоспарымыз тыныс алудың тарихы, тыныс алудың гликолиздік жолы және тыныс алудың гликолиздік қызметтері. Сыни тұрғыдан ойлау технологиясын қолданып отырып, миға шабуыл әдісімен тыныс алу процестерін қай циклмен байланыстылығын еске түсіреміз. Соның ішінде өсімдік физиологиясы пәнінің қандай бөлімдері қарастырылады және фотосинтез бен тыныс алу айырмашылығын табуымыз керек. Осы білген лекцияда алынған материалды жинақтап, осы Блум таксономиясы бойынша кейін сіздерді бағалаймыз. Ассоциограмма әдісінде тыныс алу процесі, оның ішінде көмірқышқыл газы, оттегі, АТФ, остицалардың маңызы, тіршілік мәні, соларды қарастырамыз. Мына жерде өсімдіктегі тыныс алу мен фотосинтез процесінің айырмашылығын атауымыз керек. Бұнда қай жерде көмірқышқыл газы бөлініп шығады, қай жерде оттегі сіңіріледі. Өткен тақырыптарға байланысты. Тыныс алу деп өсімдіктің тірі ұлпаларында органикалық заттың бос оттегінің қатысуымен ыдырап, көмірқышқыл газын және су бөліп шығуының және бұл процесте өсімдік тіршілігі үшін керекті белгілі қуат босауын айтады. Демалу барлық тірі организмдерге тән өте маңызды қызмет. Тіптен сонау 17 ғасырдың бастапқы жылдарының өзінде Крук атты зерттеуші адам денесін сипаттай келіп, демалу процесінсіз тіршілік болмайды деп жазды. Бұл пікір төменгі сатыдағы жануарлар мен өсімдіктер әлеміне бұдан әлдеқайда кейінірек қолданыла бастады. Тыныс алудың тарихына тоқталсақ, көрнекті неміс оқымыстысы Либих өсімдікте тыныс алу процесінің бар екендігіне сенбеген. Ол өсімдік бөліп шығаратын көмірқышқыл газына өсімдік сіңіріп, бірақ фотосинтез процесінде күндіз жаратып үлгере алмаған көмірқышқыл газ деп ойлаған. Өсімдіктің тыныс алуы жөніндегі ілімнің дамуына, оның химизмін анықтауға әсіресе орыс ғалымдары Бородин, Бах, Палладин, Костачев және тағы басқа зерттеулері зор әсер етті. Өсімдіктің тыныс алуы жөнінде бірінші толық мағлұмат берген академик Бородиннің зерттеулері болатын. Өсімдіктің тыныс алу процесіне Тимирязев кезінде көп көңіл бөлген. Ол Либихтің өсімдікте тыныс алу процесі болмайды деген көзқарасын қатты сынаған. Тыныс алу кезінде глюкозаның химиялық айналысының жинақты формуласы мынадай қарапайым. Яғни глюкозамыз және оттегі қосылған пайда болады, көмірқышқыл газы мен су және 677 килокалория. Тыныс алудың гликолиздік жолы. Бұл процесс 2 сатыдан тұрады. Анаэробты және аэробты. 2 фазы әртүрлі компоненттерде жүреді. Анаэробты фаза гликолиз цитоплазма, хлоропласт аэробты митохондрияда жүреді. Анаэробты сатысы гликолиз барлық тірі клеткаларда жүреді. Гликолиз барысында гексоза 2 молекула пирожизм қышқылына айналады. Осы тотығу реакция бірнеше сатылар арқылы анаэробты жүреді. Глюкозаның анаэробты ыдырауы ол энергия бөліну процесімен сипатталады. Соңғы өнім пирожизм қышқылы. Ағылшын биохимигі Гардин мен және Тимирязевтің шәкірті Иванов 1905 жылы спирттің ашу процесінде биоорганикалық фосфат байланысып, ол органикалық күйіне айналады деп ұйғарған. Гликолиз 3 сатыдан тұрады. Бірінші дайындық сатысы гексозының фосфорлануы, оның 2 фосфотриозаға ыдырауы. Біріншілік субстраттық фосфорлану, ол 3 фосфоглицерин альдегидтен басталады және 3 фосфоглицеринмен аяқталады. Екінші субстраттық фосфорлану 3 фосфоглицерин қышқылы молекула аралық тотығуының 1 фосфатты береді, АТФ түзіледі. Дайындық сатысы бірінші гексозаның фосфорлануы, оның 2 фосфотриозаға ыдырауы, глюкоза АТФ қосылған және глюкоза 6 фосфат қосылған АДФ. Сосын 3 фосфат изомерленіп фруктоза 6 фосфатқа айналады. АТФ-тің көмегімен фруктоза
тағы фосфорланады. Фосфор фруктозының бірінші көміртек атомын байланысады. Бұл процесс фосфор фруктокиназа ферментімен катализденеді. Фруктоза 1,6 дифосфат әбилдік фураноздың түрі, фосфат түрлері симметриялы орналасқан. Сонымен дайындық сатысында гексоза 2 рет фосфорланып активтенеді және фураноздың түрге айналып 3 фосфоглицерин альдегидке және фосфодиацетонға ыдырайды. Бірінші субстраттық фосфорлану 3 фосфоглицерин альдегидінен гликолиздің 2 сатысы басталып 3 фосфоглицерин қышқылымен аяқталады. Альдегидтік қышқылға дейін тотығу энергия бөлінуімен байланысты. Әрбір фосфотриозға 1 молекула АТФ синтезделеді. Фосфоглицерин альдегидтік дегидрогеназа ферменті 3 фосфоглицерин альдегидімен фермент субстраттық кешен түзеді. Онда субстрат тотығады және электрондар мен протондар над плюсқа тасымалданады. Никотин, амин, аденин, нуклеотид. Жоғарғы энергиялық фосфорлы топ фосфоглицерат киназының көмегімен АДФ-қа тасымалданады. АТФ түзеледі. Трифосфат аденозин немесе трифосфат 3 және 2 фосфатқа түзеледі. Фосфаттың жоғарғы энергиялы коваленттік байланысы тотығатын субстратта түзілетін себебінен бұл процесс субстраттық фосфорлану деп аталады. Сонымен гликолиздің 2 сатысында АТФ пен тотықстанады, NADH түзіледі, никотин, амин, аденин, нуклеотид. Келесі соңғы сатысы екінші субстраттың фосфорлануы. 3 фосфоглицерин қышқылы фосфоглицерат мутазы көмегімен 2 фосфоглицерин қышқылынан судың молекуласының алынуын катализдейді. Бұл реакция фосфоэнол пируват түзіледі. Анаэробты жағдайда электрондар тасымалдануы 1 NADH тотыққанда митохондриядағы электрон тасымалдану тізбегінде оттегі бар жағдайда 2 молекула АТФ түзіледі. 1 NADH және 3 АТФ. 3 АТФ 2 триоздан 6 АТФ түзіледі. Бірінші сатысы АТФ түзілмейді, тек пайдаланады. Екінші сатысында 1 глюкозадан 4 АТФ және 2 АТФ. Глюколиздің бірінші сатысында гексозының фосфорлануы 2 АТФ-қа тең болады. Үшінші сатысында 2 триоза 2 NADH, ол 1 NADH және 3 АТФ тең болады 6 АТФ-қа. 2 АТФ қосылған 6 АТФ тең 3-8 АТФ және белгілі бір килокалория беріледі. Гликолиздік қызметтері бірінші тыныс алудың субстраттарын және крепс циклын байланыстырады. Екіншіден глюкозының 1 молекуласы тотыққанда клеткаға 2 молекула АТФ және 2 молекула NADH жеткізіледі. Үшінші клеткаға керекті интермедиаттарды синтездейді. Төртінші хлоропласттарда гликолиздік реакциялары АТФ-тің синтезіне NADH-тан тәуелсіз тікелей жолын береді. Гликолиз арқылы хлоропласттарда қою ретінде жинақталған крахмал триозаларға айналады. Олар хлоропласттардан клеткаға таралады. Мына жерде салыстыру критериялары берілген тыныс алу және фотосинтез процесінде. Бұнда өсімдіктің қай мүшесінде, қай органоидтарында өтетіні, қандай заттар жыртылады, қандай зат бөлінеді, жарықтық ролі, алмасудың қай типі, органикалық заттар өзгерісі, сол туралы атап кетуіңіз керек. Мысалы, тыныс алу жапырақта, митохондрияда болса, фотосинтез жапырақ хлоропласттарда. Оттегі жыртылса тыныс алуда, бұнда фотосинтезде көмірқышқыл газы мен су, минерал заттар. Қандай зат бөлініп шығады? Тыныс алуда көмірқышқыл газын бөліп шықса, фотосинтезде оттегін бөліп шығады. Жапырақтың ролі, алмасудың типі дейміз, мысалы, тыныс алуда энергетикалық болса, жапырақта фотосинтезде бар пластикалық және органикалық заттар өзгерістері, тыныс алуда органикалық заттар тотығады. Фотосинтезде органикалық заттар синтезделеді. Келесіде газ алмасу процесін бақылайтын приборымыз берілген. Бұнда төменгі жағына барий гидроксидін құюымызға болады, жоғары ортасында пластинкалар тұрады,
сеткалы бетіне белгілі бір мөлшерде 5, 10, 50 граммдық па бұршақ немесе астық тұқымдасын дәнін алуымызға болады, немесе өсімдіктің бір белгілі қажетті мүшелері, жапырағы ма, гүлі ма, немесе жануарлар физиологиясына бақаны отырғызып қояды. Осылардың тыныс алуын байқау үшін манометр берілген, тығыз пробкамен жауып герметично белгілі сұйықтық құйып, соның өзгеруіне байланысты оттегінің бөліп отырғанын байқаймыз. Бұны лабораториялық практикалық сабақтарда эксперимент жасауымызға болады. Қорытындылай айтқанда, тыныс алу деп өсімдіктің тірі ұлпаларында органикалық заттың бос оттегінің қатысуымен ыдырап, көмірқышқыл газының бөліп және оттегін бөліп шығуының, және бұл процесте өсімдік тіршілігі үшін керекті белгілі қуат босауына айтылады. Тыныс алу процесін 2 сатыдан тұратын атап кеттік: аэробты, анаэробты. Анаэробты сатысында гликолиз процесі жүреді. Гликолиз барысында гексозы 2 молекул пирожүзім қышқылына айналады дедік. Гликозының анаэробты ыдырауы ол энергия бөліну процесімен сипатталады. Соңғы өнім пирожүзім қышқылы. Және бір нат H тотыққанда митохондрияда электрон тасымалдану тізбегінде оттегі бар жағдайда 3 молекула АТФ түзіледі. Яғни ашу процесіне байланысты айтып кеттік. Ашу процесінде микроорганизмдердің табиғатта азотсыз органикалық заттарды өзгеріске ұшырауының үлкен маңызы бар. Мысалы, көмірқышқыл газ органикалық заттардан бөліну нәтижесінде атмосфераға қайтып оралады. Осы процесте бактериялардың атқаратын рөлі зор. Ашу процесінің бірнеше түрлері анаэробты жағдайда жүреді.